Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етін осындай духовкада пісіретін боламын. Сіздерге рецептпен бөлісетін боламын. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасы арқылы өзіңізге тіркеп алыңыз. Алдымен тауық еттерін жуып тазалап аламыз. Одан кейін маринатын дайындайтын боламыз. 2 ас қасық томат пастасы немесе кетчуп саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық майонез саламыз. Және осының үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. 1 ас қасық соевый соус саламыз. 1 шай қасық қара бұрыш саламыз. Және 2-3 үлкен ас қасықпен сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Маринатымыз дайын. Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған тауық етімізді турап салатын боламыз. Осы тауық еттері маринатта 30 минут тұруы керек. Маринатты барлық жеріне тиетіндей етіп, толығымен қолымызбен немесе қасықпен араластырамыз. Құрметті көрермен, менің каналыма өтіп, басқа да дәмді рецептерді тамашаласаңыздар болады. Көптеген пирогтар, дәмді тамақтар рецептері бар. Көріп, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және лүпілдеріңізді аямаңыздар. Енді осы маринатталған тауық еттерін пышақтың ұшымен осылай тесіп шығатын боламыз. Сонда етіміз маринат жақсы сіңетін болады етіне. 30 минутқа бетін жауып, шетке қоя тұрамыз. Бізге бір тал пияз керек, оны осылай жартылай етіп, полукольца қылып кесіп шығатын боламыз. Табамызға салып аламыз. Енді бір орташа сәбіз керек. Оны да 2-ге бөліп, осылай жұқалы етіп турап аламыз. Пияздың үстіне салатын боламыз сәбізді. Енді керегі картоп. 1-1,5 килограмм. Осылай 3 бұрыш етіп тураймыз. Картопты өте қатты жұқа емес, қалың емес қылып. Оны да осы сәбіз бен пияздың үстіне қосып, енді осының тұздығын жасайтын боламыз. 1 шай қасық тұз, паприка жарты шай қасық. Немесе өздеріңізге ұнаған приправаларды қоссаңыздар болады. 2-3 ас қасық сұйық май құямыз. Және дәміне қарай қара бұрыш себеміз. Осыларды толықтай араласу үшін қасықпен араластырамыз. Барлық жеріне тұзы, бұрышы, дәмі сіңу үшін. Толықтай араластырып алдық. Енді табамыз духовкамның табасына осындай фольга төсеп, осының үстіне картошкамызды салатын боламыз. Толық етіп табамызға жайып шығамыз. Құрметті көрермен, егер де осы видео ұнаған болса, өз туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөліссеңіз болады. Енді осының картошканың үстіне маринатталған тауықтарымызды тізіп шығатын боламыз. Және бетін осылай фольгамен жауып шығамыз. 2 жағын қайырып, орап қоятын боламыз. Және 1 сағатқа 180-200 градуста пісіріп аламыз. 1 сағаттан кейін 30 минутқа осындай фольгасын алып тастап, тағы да 30 минутқа қойып аламыз. Сонда толығымен 1,5 сағат пісіріп алдым. Мінеки картошкасы жұмсақ, және еті де жұмсақ, дәмі керемет болып сіңген дәмдеуіштері және сочный болып шығады.
құрғап кетпеген, сулы болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.